Бисмилла, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін жаңадан босанған келіншектерге арналған шай жасайтын боламын. Адамның бойындағы, денедегі барлық салқынды шығаратын осы шайды міндетті түрде босанғанда жасап ішіңіздер. Ең алдымен біз құйрық майды кішкене бөлігін алып, осылай табаға жақсылап ертіп алдым. Содан кейін барып 50 грамм ұн салдым. Ұн мен мана құйрық майды жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін барып кәдімгі дүкеннің сүтін 100 граммдай құйдым. Қандай сүт құйсаңыздар да өздеріңізге байланысты. Мен дүкеннің сүтін құятын боламын, 6%-тік. Енді осын жақсылап, алдын ала жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде сіздер де осылай жасап көріңіздер. Енді кезекте мен үстіне 100 грамм тары салатын боламын. Тарыны 100 грамм салдым. Енді осы тарымен жақсылап, сүтімізді жақсылап барлығын араластырып алғаннан кейін үстіне кристалды набатты салатын боламын. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша саласыздар, дәміне қарай. Мен осындай азғантай мөлшерде салдым. Енді кезекте үстіне қайнаған су құйдым. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін жай отта кішкене қайнатып аламыз. Енді кезекте біз алдын ала дайындап қойған қара шайымызды қоятын боламыз. Қара шайды да өзінің дәміне қарай шығарасыздар. Енді кезекте мен шайнекке барлығын құйдым. Алдын ала сүзіп алдым. Сүзіп осындай шайнекке дайындап ішсеңіздер болады. Сау болыңыздар.